Біздің бүгінгі тақырыбымыз дүниетану және жаратылыстану пәндік саласындағы пәндерден педагогикалық практиканы ұйымдастыру. Жоспар. Бірінші. Білім беру жүйесіндегі педагогикалық тәжірибенің орны мен мәні. Болашақ мұғалімді даярлау мен қалыптастырудағы педагогикалық тәжірибенің рөлі. Үшінші. Дүниетану және жаратылыстану пәндік саласындағы пәндерден педагогикалық практиканы өткізу ерекшеліктері. Педагогикалық тәжірибеде студенттердің кәсіби тұлғалық қасиеттерін дамытуға, кәсіби білік пен дағдыны меңгертуге, психологиялық, педагогикалық және арнайы білімдерді тереңірек игеріп бекітуге жағдай жасай отырып, мұғалім тұлғасын қалыптастыру даярлау жүйесінде маңызды орынға ие. Қазақстан Республикасының білім туралы заңында кәсіптік практика мамандар даярлаудың бөлігі болып табылады және практика базасы болып табылатын тиісті мекемелерде өткізіледі. Білімдерді бекітуге, практикалық дағдылар алуға және алдыңғы қатарды тәжірибені игеруге бағытталады. Жоғарғы оқу орны студенттерінің оқу-тәрбие практикасын ұйымдастырудың мақсаты мен міндеттері. Мақсатына тоқталатын болсақ, студенттердің университетте алған теориялық білімдерін тереңдетіп бекіту, білім беру мекемелерінде оқу-тәрбие процесінде жан-жақты қолдану іскерліктерін қалыптастыру. Педагогикалық тәжірибенің мақсаты студенттерді сынып жетекшісінің, жоғары оқу орны және колледж оқытушыларының, мұғалімдерінің функциясын тұтас орындауға дайындау, педагогикалық қызметке жүйелік тұрғыдан қалыптастыру, кәсіби шеберлік компоненттерін игеру, университеттің білім беру стандарты және маманның біліктілік сипатының талаптарына сай негізгі кәсіби педагогикалық іскерлік тәжірибені бекіту және қалыптастыру. Педагогикалық іс тәжірибенің міндеттері ол психологиялық, педагогикалық және арнайы білімді жалпылау және бекіту, оларды нақты педагогикалық міндеттерді шешуде қолдануды үйрену, балаларды олардың жас және жеке ерекшеліктерін зерттеу және зерттеу әдістерін меңгеру. Педагогикалық іс-әрекетке шығармашылық, зерттеушілік тұрғыдан келуге жаттықтыру. Педагогикалық іс-тәжірибенің міндеттері. Болашақ мұғалімнің бойында педагогикалық біліктер және дағдыларды, жеке тұлғалық кәсіби мәнді сапаларды қалыптастыру. Студенттердің мұғалімдік мамандыққа деген тұрақты қызығушылықтары мен сүйіспеншілік сезімдерін, педагогикалық өзін-өзі жетілдіруге деген қажеттілік сезімдерін тәрбиелеу. Педагогикалық практика мұғалімнің кәсіби дайындық жүйесінде маңызды функцияларды орындайды. Бірінші бұл оқытушы, екінші дамытушы, үшінші тәрбиелеуші және соңғы бұл диагностикалық функцияны орындайды екен. Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында кәсіби практика түрлері бұл оқу практикасы, педагогикалық практика және өндірістік практика болып дамиды. Біріншісі нақты оқу-тәрбие процесінің логикасына бағынып, онда ол нақты педагогикалық қызметі орындауға қатысады. Екіншісі жоғарғы оқу орнының курсында оқыған оқу пәнінің логикасына негізделіп, соның әсерінен практикалық педагогика қызмет мазмұны өзгереді. Әдіскердің міндеттері студенттердің еңбек тәртібін қадағалау, студенттердің сабақтарына қатысып, талдауға қатысу, кәсіптік тәжірибені ұйымдастыруға әдістемелік көмек көрсету. Мектептің міндеттері әрбір жұмыс орнында студенттердің қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз ету, студенттерге кәсіптік тәжірибенің бағдарламалық жоспарын орындауға қажетті жағдай жасау, тәжірибені басқаруға білікті маман тағайындау, кәсіптік тәжірибенің соңында әрбір студенттің жұмысына байланысты мінездеме беріп дайындалған. Студенттердің міндеттер тәжірибе бағдарламасында қарастырылған тапсырмалар толық орындау, базалық мекемелердегі еңбек тәртібі мен техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау. Дүниетану және жаратылыстану пәндік саласындағы пәндерде мемлекеттік стандарт бойынша педагогикалық практикалар өткізіледі. Педагогикалық практика оқытушының жұмыс оқу бағдарламасында көрсетіледі және оның мөлшері 10 кредиттен кем болмауы тиіс. Педагогикалық практика үшін академиялық сағат 2 контактілік сағат, яғни 100 минутқа тең мөлшерінде есептелінеді. Практика студенттің жеке оқу жоспарына, егер ол практиканың бағдарламасын орындауға қажетті теориялық курстардың белгіленген минимумын меңгерген жағдайда ғана енгізіледі. Практика студенттің жеке оқу жоспарына, егер ол практиканың бағдарламасын орындауға қажетті теориялық курстардың белгіленген білімін
меңгерген жағдайда ғана енгізіледі. Педагогикалық практикаға теориялық курстарды толық меңгерген және аралық аттестациядан өткен студенттер жіберіледі. Практиканың қорытындысы балдық рейтингтік жүйе бойынша бағаланады және ол студенттің курстан курсқа көшу барысындағы орташа балын есептеу кезінде ескеріледі. Педагогикалық практиканың бағдарламасы кафедра мамандықтың бейіні және оның өтілу базасы ескеріле отырып жасалады. Онда практиканың пререквизиті және практика өтуге қажетті теориялық курстардың тізімі көрсетіледі. Практиканың оқу бағдарламасында мыналар көрініс табуы тиіс. Практиканың ұзақтығы мен бағыты, студенттердің орындайтын тапсырмаларының мазмұны мен мерзімдері, студенттің практика базасының инновациялық қызметіне араласуы, практика бойынша берілетін есепті дайындаудың реті мен оны қорғаудың мерзімі. Практиканың оқу бағдарламасы әрбір студентке беріледі. Студент практиканы өту барысында практиканың өткізілу базасындағы ішкі еңбек тәртібіне бағынуға, қауіпсіздік ережелері мен санитарияны оқып үйрену және оны қатаң сақтауға, оқу бағдарламасында көрсетілген тапсырмаларды толығымен орындауға, практика күнделігін жүргізуге, практика жетекшісіне бір апта мөлшері ішінде жазбаша есеппен практика күнделігін өткізуге міндетті. Педагогикалық практика соңында әдіскер оқытушылар студенттің практиканың оқу бағдарламасын меңгеру туралы жазбаша пікір есеп дайындап практика жетекшісіне өткізеді. Дүниетану және жаратылыстану пәндік саласындағы пәндерден бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша бакалавриатта 3-ші курста сабақ өткізіп көру практикасы, ал 4-ші курста мемлекеттік педагогикалық практика өткізіледі. Педагогикалық практиканың дұрыс өтуі ең алдымен студенттің дүниетану және жаратылыстану пәндік саласындағы пәндер бойынша алған білімдеріне тікелей байланысты. Сондықтан да дүниетану және жаратылыстану пәндік саласындағы пәндерді оқыту барысында студентті сабақ дұрыс жоспарлай білуге, өзінің еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра білуге үйрету қажет. Сонымен қатар осы пәндерден күнтізбелік тақырыптық жоспар мен күнделікті сабақ жоспарын жасауға ерекше мән берілу қажет. Яғни педагогикалық практикаға дейін студент сабақты жоспарлау технологиясын меңгеріп алуы тиіс. Сонымен қатар осы пәндерді оқыту барысында сабақты жоспарлаудың қазіргі заманғы озық деп танылып жүрген технологиялары игерілу қажет. Сондай-ақ студент сабақ жоспарының не үшін және кім үшін жасалынатынын ұғынуы тиіс. Қорытындылай келгенде, студенттердің университетте алған теориялық білімдерін тереңдетіп бекіту, білім беру мекемелерінде оқу-тәрбие процесінде жан-жақты қолдану іскерліктерін қалыптастыруда практика түрлерінің маңызы зор. Практикада практиканы ұйымдастыру принциптері, теория мен практиканың байланысы, практиканың кешендік сипаты, білім берудің талаптарына сәйкестігіне баса көңіл аударылуы тиіс.